Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге екі сайт көрсететін боламын, және де ол екі сайтты қолданып біз тегін криптовалюталар таба аламыз. Әрине ол криптовалютаны кейін теңгеге айландырып алуға мүмкіндік аламыз. Осы видеоны басынан соңына дейін көріңіздер, себебі осы видеода мен сіздерге барлығын басынан соңына дейін толығымен түсіндіріп беретін боламын. Ал енді каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қойды да ұмытпаңыздар. Себебі біз бұл жерде күн сайын әртүрлі криптодан ақша табу жолдарын қарастыратын боламыз. Және де сізге криптодан не қызық, комментарийға міндетті түрде жазып кетіңіз. Сол жолдар туралы да айтып беретін боламын. Мысалы, арбитраж, трейдинг деген сияқты ол жерлерде қалай ақша табуға болады, ол жерлерден ақша табу үшін сіздерге не керек деген сияқты нәрселерді түсіндіруге тырысатын боламын. Ал енді қараңыздар, біріншісі Katli.io деген сайт, және де бұл жерден біз ақшамызды сразу шығарып ала аламыз. Ең бірінші бұл жерде сіздер не істейсіздер? Бұл жерде біз токен деген жерге кіреміз, ең бірінші кірген кезде. Және де осы жерде 500 монета тұрады. Соны клеймит етіп аласыздар. Мен клеймит етіп алып қойғанмын. Ал сіздер осы жерге клейм деген басып, клеймит етіп аласыздар. Ссылкасы менің телеграм каналымда болады. Одан кейін осы жерге кіресіздер. И стейк деген басасыздар. И стейкингқа жібересіз. Мысалы 500 монета деп жібересіздер. Мен 500 монета емес, 615 монета жібердім. Тағы да 115 монета осы жерден тапқан монетамды қосып жіберіп қойдым стейкингқа. Себебі тезірек көбейе берсін деген оймен. Мен деталс деген жерге кіретін болсақ, осы жердегі жазылып тұр. Міне 500 монета бізге airdrop'тан берген, ал 105 монетаны мен бір күн алдын жібергем. Көргендеріңіздей 605 монета жібергем. Ал басқаларын шығарып алғанмын. Бұл жерден шығарып алуға әрине болады. Мысалы, бізде бұл жерде доходымызды көруге болады. Стейк деген жерден қателеспесем, жоқ. Қазір қайтамыз. Мені My Rewards деген жерге кіреміз. Мені көргендеріңізде мен осы уақытқа дейін 15 примерно 200-дей монета тапқам, және де 105-ін осы жаққа жіберіп, қалғанын шығарып алғам. Қалай шығарасыздар бұл жерден? Ешқандай қиындығы жоқ. Басасыздар, Sell Katli деген басамыз. И осы жерге жазасыздар. Мысалы, мен қазіргі жинаған 105 монетам мен шығарған кезде 0.35 цент болады екен. Осы уақытқа дейін мен тоже 0.30 цент шығарғам. Былайша айтқан кезде 300 монета $1 болады. Яғни 300 монета жинасақ, біз $1 жиналамыз. Бұл жерге ең бірінші сіздер верификациядан өтулеріңіз керек. Верификациядан қалай өтесіздер? Me деген жерге кіресіз. Мені verification деп тұр, осын басасыз. И Binance аккаунтыңыздағы адресіңізді алып кеп қоясыз. Қателеспесем USDT адрес, USDT Tronның сетінде адрес алып кеп қоясыздар. Ешқандай қиындығы жоқ оның. Просто кіресіз и өзіңіздің Binance аккаунтыңыздан USDT адресіңізді алып кеп қоясыз. Болды. Одан басқа бізде ең басындағы приз алынған. Одан кейін достарыңыз шақырғаныңыз үшін тоже сыйлықтар береді. Мен осы уақытқа дейін қарасаңыздар 67 адам шақырған екен, бірақ ешқандай комиссионный алмағам, яғни ешқандай сыйлық алмағам. Қалай сыйлық есептелетінін мен қатты түсінбедім. Одан бөлек бұл жерде NFT-лар бар өзінің, но NFT-лар көргендеріңізде 0.01 эфир тұрады екен. Бұл NFT-лар қатты қызбаны бізге білуіміз керек. Жаңағы мен айтып кеткен нәрселер болды. Келеміз, USDT адресіміз тіркейміз и токен аламыз, и күнделікті стейкингқа жіберіп, түскен ақшаны қазір шешіп алсақ болады, немесе кейін пресейл болған кезде ценасы өседі. Сол кезде кейін қымбатырақ сатсақ болады токеннің өзін. Қазір біз просто USDT-ға айырбастап, USDT-ға шешіп алсақ болады, немесе кейін қымбаттағаса, қымбатырақ сатсақ болады, бірақ ешкім білмейді, қымбаттамауы да мүмкін. Ал енді қараңыздар, екіншісі Social Swapper деп аталады. Бұл кошелек, және де футболға қатысы бар. Қазір мен сіздерге басынан аяқ түсіндіріп кететін боламын. Ең бірінші біз тіркелгеніміз үшін, ссылкасы менің телеграм каналымда болады. Сол ссылкамен өтіп, Gmail почталарыңызбен тіркелесіздер. Бізге 20 монета береді. Яғни 20 монета өздерінің есебімен $2, бірақ болашақта оның ценасы өзгеруі мүмкін, себебі токен әлі сатылымға шықпаған. Токен сатылымға шығам дегенше біраз уақыт бар. Ол уақытқа дейін өзгеруі мүмкін, және де өздерінің пулы бар. Бұл жерде өздеріңіз көргенде осы пул таусылғанша, яғни кішкене ғана қалған. Осы пул таусылғаннан кейін бұл airdrop уже токен тегін таратпайды. Ал енді қараңыздар, бұл жерде не істейсіздер? Ең бірінші, яғни жаңа айтқандай тіркелген үшін 40 токен береді. Одан кейін күн сайын 5 swap жасай аламыз. Swap деген не ол? Мысалы, екі команда тұрады, осының қайсы тұтады деген сияқты нәрсе. Мысалы, былай қарасақ, Deportivo Pasto ұтады. Былай қарасақ, мынау екіншісі ұтады. Мен қазір 5 swap жасап қойдым. Менде қазір 4 swap ожиданияда тұр, а бір swap'ым дұрыс шықты. Сол себепті де маған 20 токен берді. Яғни менде 60 токен тұр қазір. 40 токен тіркелгенім үшін, 20 токен swap'ым дұрыс шыққаны үшін. Бізде swap қате шығатын болса, ешқандай токен алмайды. Ал дұрыс шығатын болса, токен береді. Одан бөлек достарымыз шақырсақ болады. Достарымыз шақырғанымыз үшін бізге тоже қазір былай істесек шығады. Міне 5 swap 20 токен береді.
мысалы валетке кіріп қарайтын болсақ 20 токеніміз жаңа айтқандай $1. Яғни әр шақырған досымызға қазіргі есеппен қарағанда $1 береді. Бірақ токен әлі сатылымға шықпады. Сатылымға шығам дегенше біраз уақыт бар. Оны сіздер қай жерден көре аласыздар? Оны сіздер просто white paper'нен көрсеңіздер болады. Одан бөлек өздеріңіз көргендей Telegram, Twitter, Discord'тары бар. Сол жерлерге де қосылып қарап отырсаңыздар болады. Қазір white paper'не кіріп көрсек болады. Қай уақытта токен шығады және де қалай жұмыс жасап жатыр деген сияқты. Мен қазір roadmap'ына кіріп қазақша аударып көретін боламын. Орысшаға, то есть. Мен дәл қазір біраз оқып шықтым және де бұл жерде осы жылдың 4-ші кварталында деген депозит, вывод, обмен барлығы ашылады деген. Яғни 4-ші кварталы ол яғни қыс. 4-ші кварталы қыс болады уже. Сол себепті де осы жылдың соңғы жақтарында сіз токенді сатуға мүмкіндік аласыздар. Оған дейін кім біледі, қанша уақыт бар, но сонда да істеп көруге болады деп ойлаймын. Одан бөлек бұл жерде өзінің NFT-лары бар. Мысалы, қазір көре аламыз. Мына NFT деген жер кіретін болсақ, бізде қазір бесплатный NFT бар. Мына осы NFT бұл бізге тоже токен алып келіп отырады күн сайын. Жазылған осы жерде қанша токен алып келетінін. Мына 0.02 токен сағат сайын алып келіп отырады. Күн сайын қанша токен әкелетінін жазылмаған осы жерге шығып тұрады. Одан бөлек тоже көрсеңіздер болады. Кітапхана деген жерге кіріп, басқа да мына осындай NFT-лар бар. Бұлар әлі сатылымға шықпаған. Ешқайсысы сатылып жатқан жоқ. Көргендеріңізде coming soon жақында шығады. Бұлардың ешқайсысы сатылымға шықпаған. Осы сайттан білмеймін, болашақ бар деп ойлаймын өзім, және де істеп көруге болады деп ойлаймын. Бізден ешқандай ақша кетпейді, тек қана уақытымыз ғана кетеді. Әрине бұндай airdrop'тардың 70-80% токен таратпай қояды. Токен сатылымға шыққан күннің өзінде кейбір кездерде токен таратпай қояды. Бірақ тарататындар да бар. Мысалы, барлығы жақсы болып токен тарататын болса, біз осы сайттың арқасында $100-150 дейін істеп алуға мүмкіндігіміз бар.